соңғы шығарылымдағы Аид әл-Қарнидің «Мұңайма» атты кітабындағы кедейлік және байлық атты тақырыбының жалғасы ретінде Бодо Шефердің нақты мақсаттары жазылған «Қаржылық тәуелсіздікке даңғыл жол» атты аудиокітабы сіздерге жол тартады. Қаржылық тәуелсіздікке даңғыл жол. Бодо Шефер. Автор өзінің кітабында сана құпияларын, байлықты сақтау және көбейту құпияларын ашады. Қарапайым және тиімді әдістер арқылы қаржылық тәуелсіздікке жету жолдарын түсіндіреді. Алғы сөз. Көп адамның арманындағы өмірі мен шынайы өмірінің айырмашылығы жер мен көктей, алайда олар бұны қалыпты жағдай деп ойлайды. Осындай жаңсақ пікірден арылтып, жұртқа жол көрсету үшін автор 1997 жылы «Қаржылық еркіндікке апарар жол» атты еңбек жазып қалдырды. Автор байлықтың туғаннан баршаға тиесілі табиғи үлес екенін, байлықта және қаржылық еркіндікте өмір сүру барлық адамның қолынан келетін қабілет екенін айтты, және осы сенімді өзінің мүмкіндігіне айналдыруға тырысты. Автор осы кітапты жазу барысында бақытқа апарар ереженің барын білді. Бұған қаржылық еркіндікке жол аша білген адамдардың пікірлері дәлел бола алады. Қандай статистиканы дәлелге келтірсеңіз де әлемде байлардың саны азаяр емес. Бұл мәселенің бір жағы ғана. Дегенмен бұның екінші жағы да бар. Қаржылық тұрғыда бір орнынан жылжи алмай отырған адамдар да жеткілікті. Бұл әрине дұрыс емес. Кейбір адамдар ақша адамды толық бақытқа кенелтпейді деуі мүмкін. Әрине жоқ, мәселе ақшада емес. Ақша бізге қауіпсіздігімізді қамтамасыз ету үшін қажет, еркіндік береді. Қалауымызша өмір сүруге мүмкіндік береді. Ақшамен ұзақта бақытты өмір сүру керек деген пікір де орынды. Осы кітапты оқи отырып, сіз бұл сөйлемнің мәнін тереңірек ұғынатын боласыз. Өйткені бұл бақыт туралы кітап. Ол сізге табысты болуды, өз қабілеттеріңізді толыққанды пайдалана білуді үйретеді. Кітаптың тиімді тұсы да осы. Осы кітапты оқыған адамдардың 36 мыңнан аса алғыс хаты келді. Көпшілігінің өздерін бақылай отырып түйген ғажайып ойлары: ақша адамға келе бастағанда оның жылдам және үлкен көлемде келе бастайтыны соншалық, осыншама ақша осы уақытқа дейін қай жерде жасырынып жатқан деген ойға келесің. Сіз де осындай сезімге бөленіңіз, мен сіздің хатыңызды тағатсыздана күтетін боламын. Автор Бодо Шефер. Көп адамға өз арманындағыдай өмір сүруіне не кедергі деп ойлайсыз? Ақша және тағы да ақша дер едім мен. Ақша өмірге деген ерекше бір көзқарастың символы, табыстың өлшемі болып табылады. Бірақ ақша бізге көктен жаумайды. Ақшаны энергияның бір түрі ретінде қарастырсақ болады. Осы энергияны маңызды мақсаттарымызға қарай бағыттаған сайын ақшада көп келе бастайды. Табысты адамдардың ақшаны көбейте алатын ерекше қабілеті бар. Кейбіреуі ақшаны өздері үшін сақтап, оны көбейте білсе, енді бірі ақшаны қоғамға және жақынына қызмет етуге жұмсайды. Дегенмен бұл табысты адамдардың барлығы дерлік ақшаны өздеріне қызмет еткізе біледі. Біз ақшаны тым маңызды етіп жібермеуіміз қажет. Ақша қай кезде аса маңызды болады деп ойлайсыз? Ол бізге үнемі жеткіліксіз болған кезде. Ақша проблемасы бар адамдар ол туралы ұдайы ойлап жүретіні белгілі. Осы мәселені жан-жақты қарастырып, оны түбегейлі шешіп тастаған жөн. Осы сәттен бастап ақша сіздің өміріңіздің барлық саласында қызмет атқара бастайды. Барлық адамның арманы болады. Әрқайсымыздың қалай өмір сүру қажеттігі және бізге осы өмірде не тиесілі екені туралы өз тұжырымымыз бар. Біз осы өмірге келгенде өмірлік мақсатымыздың болатынын және сол арқылы әлемді жақсартуға өз үлесімізді қосатындығымызға сенеміз. Алайда күнделікті күйбең тіршілік бұл асқақ армандарымызды жаншып тастайды. Көп адам бұл әлемде өз орны бар екенін ұмытып кетеді. Олар ешкімге тәуелді болмай өмір сүруге болатындығына мүлде сенбейді.
Біз өз-өзімізге жәбір көрсетеміз, өз қателігімізді тапқанша өміріміздің жартысы өтіп кеткенін байқамай қаламыз. Адамдардың көпшілігі өздері қалағандай өмір сүре алмағандықтарын қаржылық мәселелерге әкеп тірейді. Мен ақша, табыс, бақыт сияқты мәселелермен айналысқаныма 10 жылдан асты. Мен ақшаға басқаша көзқараспен қарайтын болдым. Ақша біздің өмірлік күшіміздің сарқылмауына ықпал етеді. Біздің мүмкіндігінше керемет өмір сүруге көмектеседі. Мен өзімнің кітабым арқылы сіздерге тәлімгер болғым келеді. Өзімнің білгеніммен басымнан өткергенімді сіздерге үйреткім келеді. Мен ақша табатын үлкен ғажайып машинаны қалай жасауға болатындығымен бөліскелі отырмын. Көп ақшаға ие болу дегеніміз ең алдымен еркінде қалауыңша өмір сүру дегенді білдіреді. Мен мұны түсінгенде басқалармен бөлісу қажет деп ойладым. Мен қаржылық тәуелсіздікке жол тартқан, маған қатысты кез келген адамға қолдау көрсетемін деп өзіме уәде бердім. Ұшуды, жүзуді, бағдарлама жасауды үйрену сияқты байлықты жасауды да үйренуге әбден болады. Бұл жерде маңызды стандартты бірнеше әдіс-тәсілдерді білген жөн. Алғашқы миллионға қол жеткізуге болатын бірнеше мүмкіндік бар. Бұл мүмкіндіктер кітапта 4 стратегиямен берілген. Бірінші, сіз табысыңыздың белгілі бір пайызын үнемдейсіз. Екінші, үнемделген ақшаны бір іске саласыз. Үшінші, табысыңызды ұлғайтасыз. Төртінші, осы ұлғайтқан табысыңыздың белгілі бір пайызын үнемдейсіз. Егер осы кеңестерге құлақ асатын болсаңыз, онда қазіргі қаржылық жағдайыңызға қарай 15-20 жылдан кейін 1-2 миллионның иегері атанасыз. Және бұл ғажайып емес. Егер алғашқы миллионыңызға тезірек қол жеткізгіңіз келсе, мысалы 7 жылдан кейін дейік, онда осы стратегияларды қолданғаныңыз дұрыс. Оны неғұрлым көп қолданған сайын мақсатыңызға тезірек жетуге мүмкіндік аласыз. 7 күн ішінде қалай байып кетуге болады? Бұл жерде сіз ұстағалы тұрған X сома ғана емес, сол сәттегі сіздің болмысыңыз сөз болғалы отырғанын түсініп отырған шығарсыз. Қаржылық тәуелсіздікке жол жеңіл емес, алайда қаржыға тәуелді болып өмір сүру одан да ауыр екенін ұмытпаңыз. Егер осы кітапта айтылған нұсқауларды орындасаңыз, мақсатыңызға нық жететініңіз анық. Мен осы жолда семинарыма келген мыңдаған адамдарға көмек қолын создым. Күнделікті осы білімді алған адамдардың өзгерісін өз көзіммен көріп отырмын. Бірақ сіз осы кітапты оқи салып бай болып кетем деген ойдан аулақ болуыңыз керек. Шындығында кітапты түгел оқып шығу сізді байлыққа келмейді. Сіз бұл кітаппен жұмыс деп қана қоймай, оны өзіңіздің ажырамас құрамдас бөлігіңіз етуіңіз керек. Бұл сіздің ішкі энергияңызды сыртқа шығарып, мақсатыңызға жетелейтін тылсым күш. Ал олай болса, қол ұстасып қаржылық тәуелсіздік жолына шығайық. Ең алдымен өзіңіздің қаржылық жағдайыңызды бағалап алыңыз. Келесі беттерде оған қалай талдау жасау керек екендігі айтылған. Өзіңізде не бар екенін анықтап алғаннан кейін ғана кітапты оқи бастаңыз. Бұл кітап сізді бай етіп қана қоймай, сізге терең әсер етеді деп үміттенемін. Мен сізді танымаймын, дегенмен осы кітапты оқып отырғаныңызға қарай сізді ерекше адам деп білем. Сізді қазіргі жағдайына қанағаттанбайтын, өз өмір тарихын өзі жазғысы келетін адам ретінде танимын. Мұндай адамдар суретші сурет салғандай өз болашағын жасап алады. Мен шын жүректен осы кітаптың сіздің шедевріңізге өз үлесін қосқанын қалар едім. Автор Бодо Шефер. Жаңа автор айтып өткендей, сіздің қаржылық жағдайыңыздың қандай екендігі туралы өзіңіз білуіңіз қажет алдымен. Сондықтан 24 сұрақтан тұратын тестті осы кітапқа қалдырған екен. Ол тестті алу үшін осы жазбаның комментарийдің астында ссылка тұрады. Сол сілтемені басу арқылы тестті алып, өздеріңіз үшін тапсырып, жағдайларыңыздың нақты қандайда екендігін біліп алсаңыздар болады. Осы видеоны тыңдап отырған барлық адамдарға сәттілік тілегім келеді. Дамиық, өркендейік, өсейік, қаржылық жағдайымыз арта берсін. Келесі видеоларда кездескенше аман сау болыңыздар.